Қайырлы күн достар, бүгін мен сіздерге 2024-тің ең үздік анимасын деңгейді жалғыз көтеруді осы видеода айтып беретін болам. Ал сен өзіңнің деңгейіңді көтеріп, осы видеоға комментарий қалдырып, лайк басып кет. Ендеше кеттік. Басында бізге осыдан 3 жыл алдыңғы оқиғаны көрсетеді. Амбалдай құмырсқалар адамдарға шабуыл жасай бастайды. Прикинь, осындай құмырсқалар шын өмірде болса, ойланып көрші. Бұрын газ баллонмен құмырсқаларды өртеген есіме түсіп кетті ма? Әлгі құмырсқалар шабуыл жасап жатқанда, қарапайым халық жеңіле бастап, көмекке С рангтағы геройлар келіп, оларды қыра бастайды. Артынша ақ құмырсқалар келеді. С кластың жетекшісі өзінің тылсым күшімен жоқ қылып жібереді. Осыдан 10 жыл бұрын барлық жерден түрлі мақлұқтар мекендейтін құпия қақпалар ашыла бастайды. Ол құбыжықтарды оқпен атып өлтіру мүмкін емес, бірақ қарсы тұратын жауынгерлер бар. Ол жауынгерлер күшіне қарай әртүрлі рангтарға бөлінген болатын. С, А, Б, С, Д және ең төмені Е. Бас кейіпкеріміз Джинву осы Е рангтан. Ол әдеттегідей қарындасының колледжі мен анасының еміне ақша табу үшін мақлұқтарды өлтіруге қақпаға барады. Барлық аңшылар қақпаға жиналып, Джинвуды келемеждей бастайды. Ей, Джинву, сенен асқан төмен рангтағы аңшы жоқ, болмайды дейді, сол рас па? Эх, бля. Қандай қыздар бетің тырнады сенің? Тормыз екен, бетіме жазылып тұр ғой. Джухидің күші өлейін деп жатқан аңшыны қайтып адам қылу. Қызың бар ма? Қумаш, кім қарайды маған? Сөйтіп, Сон деген аңшы бұларды басқаратын болады. Барлығы қақпаның арғы бетіне аттанады. Менде мына Алиэкспрестен келген пышақтан басқа ештеме жоқ. Өліп қалмасақ болды біле. Жалпы негізі неге олар қақпаға аңшылыққа шығады десеңіздер, ол қақпаның арғы беті түрлі қазба байлықтарына толы. Біздің Қазақстан сияқты, бірақ бізден бұлардың айырмашылығы, олар барлық қазба байлықтарын толықтай өздері өмір сүру үшін пайдаланады. Түсіндің ба? Олар қақпаға кіріп гоблиндермен қырылады. Джинвудың ішіне пышақ тиіп жатып қалады да, Джухи оны емдейді. Барлық аңшылар мақлұқтарды өлтіріп болған соң, біреу туннельді байқап қалады. Олар туннельде көп қазба байлықтары бар деп ойлайды да ішіне кіреді. Жертөледегі аңшылар қамалдың алдына келеді. Қамалдың ішіне кіріп, жан-жақтан қоршалған мүсіндер мен түрлі жазуларды оқиды. Кенет есік бірден жабылып, бір аңшы ашуға талпынады. Мүсіннің біреуі аңшының басын шауып алады. Барлығының ойы бір. Біз барлығымыз осы жерде өлеміз. Екінші серия. Аңшылардың басшысы Сон бір қолсыз қалады. Тағы бір аңшы өзінің жылдамдығына сенімді болып қашпақшы болады. Оны да мүсін құдайы денесін кесіп тастайды. Джинву мүсінге арнап бас иіп дұға оқу керек дейді. Мүсін риза. Барлығы соны тыңдап, араларындағы бір аңшы дұға оқып жатқан жеріне өліп кетеді. Барлығы қаша жөнеледі. Тағы бір аңшының денесін мүсін құдай екіге бөліп тастайды. Қалғандары басқа мүсіндердің қасына жақындайды. Өйткені оларды мүсін қорғап тұрады. Барлығы не істерін білмей тұрғанда, ортадан тас көтеріледі. Оны байқаған Джинву бір адамды сол құдайлар құрбандыққа сұрап жатқан сезеді. Барлығы ортаға жиналғанда, кенет қақпа ашылады. Джинву мүсіндерден көз алмауды сұрайды. Аңшы қыз тыңдамай қашып кетеді. Артынша тағы бір аңшы Джинвуды тыңдамай тастап кетеді. Барлығы амалсыздан жылайды, ал мүсіндер болса жақындай береді. Сон басшы бәріне күтуді өтінеді. Жалғыз адам болса қақпа жабылмайтынын айтады. Джухи сол сәтте күшінің жоғынан орнынан тұра алмай қалады. Джинву да аяқсыз қалғаннан соң, Сон басшыға Джухиді алып кетіп, өзі қалатын айтады. Джинву жалғыз күресуге тырысады, бірақ оны мүсін құдайлары тас-талқанын шығарады. Осы сериясынан өте қатты әсер алдым. Найзаның басындағы Джинвуды ортадағы тасқа құрбандыққа жатқызады. Үшінші серия. Құттықтаймыз, сіз ойынға қатыстыңыз. Оқиға аурухананың ішінде жалғасады. Жо, бұл түс емес. Қол-аяғы сау Джинву өзіне аң-таң. Кенет бөлмесіне екі адам кіреді. Менің есімім У Джин Чхоль, Кореядағы аңшылар қауымдастығының бақылаушысы болам. Ал мен Кант Хэсик. Олар Джинвудың 3 күн ессіз жатқанын, Сон басшының қолсыз қалғанын және Джухидің енді аңшылар қатарына қосыла алмайтынын айтады. С рангтағы ағарыстан жер астына Джинвуды ғана тапқанын және ешқандай да храм мен мүсіндерді таппағанын айтады. Екінші рет ояну жайлы сөз қозғайды. Оны аппаратпен тексеріп көреді, бірақ оның нәтижесі болмайды. Олар кеткеннен кейін Джинвуға ғана көрінетін графика пайда болып, оның 2 секундта квестке қатысуын, бас тартса өлетін туралы хабарламаны оқиды. Кейін бөлмеге қарындасы келіп, ұрсып миын шіртіп кетеді. Графикалық бейне пайда болады. Онда оның деңгейі мен ойынның шарттары жазылған. Аңшылар гильдиясының басшысы Чонин аңшы қыз С рангтағы Чхасонинге нұсқаушымен бірге жаңадан келген аңшыларға рейд жасауын тапсырады.
Кейін Джену ауруханадан емес шөл даладан оянады. Алдыңғы квестті орындамаған үшін айдаһарға тап болады. Және ол штрафын уақытылы өтейді. Солай ол квест тапсырмаларын орындап жатады. Және орындаған тапсырмасы үшін сыйлыққа кілт беріледі. Жинаған ұпайын күшін арттыруға жұмсайды. Және туннельге тапсырма орындауға келіп, сыйға алған кілтпен есікті ашады. 4-ші серияда туннельде гном тәрізді жасыл мақлұқтар қарсы алады. Олармен күрес болғаннан соң қасқырлармен қырылады. Өзінің қоймасынан қылышын алады да екі қасқырды мамалатады және деңгейі көтеріледі. Сыйлыққа зат алады және қасқыр өлтіруші титулына ие болады. Туннельдің астыңғы бөлігіне түсіп алып жыланға тап болады. Джунви барлық күшін жинап алып жыланды өлтіреді. Сыйлыққа жыланның тісінен жасалған пышақты алады. Кейін аңшылар қауымдастығы Джухиге звондап жұмыс барын айтады. Ол сол жаққа аттанады. Үлкен жаратылыс қаланы жойып келеді. Аңшылар ойының бронын қирата алмай жатады. Сол жерге Джинву келіп, алыстан бар күшімен қылышын лақтырып, бронын сындырып береді де кетіп қалады. 5-ші серияда Джинвуды әңгіме қылып жатқан медбикелермен басталады. Оның деңгейі көтеріліп, 2 айдың ішінде адам танымастай өзгереді. Медбике қыздар онымен танысқысы келеді. Кешіріңіз, сіздің номеріңізді болады ма? Иә, анализдің результатын жіберуге сұрап жатсыз ғой, иә? Кейін S-класс аңшысы Бек каналға сұхбат беріп жатады. Бек мырза, сіз шашыңыз немен жуасыз? Шашымда нең бар біле, одан да нормальный сұрақ қойсаңшы, костюмді қанша қалдың дегендей. Джина үйінде ағасының өзгергенін көріп қалады. Ема, братан, не іштің шлейі бұндай әдем болатындай? Накачанды болып кетіпсің ғой. Гречка жей бер, сен де осындай боласың. Айтпақшы, сен азбайсың ба, адам позорын шығармай. Сөйтіп Джинву келесі аңшылық миссиясына ақша табуға жолға шығады. Ол ең төменгі рангта болғаннан соң аңшылар заттарын көтергісіп қана қояды. Қайдан білсін оның күшін. Джинвуға Д рангтағы бала бол Юджинхо сәлемдеседі. Мен де осы аңшылық тапсырысқа келдім. Джинву, уайымдама, мен сені қорғайтын болам. Біля, көреміз кім-кімді қорғайтынын. Барлығы С рангты жертөле қақпасына кіреді. Жертөледегі құмырсқалармен күреседі. Кейін жүріп келе жатып өлген құмырсқаларды кездестіреді. Әрі қарай бағалы мана тастары бар апанға тап болады. Барлығы қуанады. Кенет олар өрмекшіні байқайды. Аңшылардың басшысы жауынгерлерді алып, сыртты көріп келеміз деп, Джинву мен Юджинхоны тастап кетеді. Кетіп жатып олар әдейі үңгірді жарады. Өрмекші оянады. 6-ші серияда Джинву пышағын алып күреседі. Пышағымен өрмекшінің көзіне тығып, сол өрмекшінің тасын өзіне алып алады. Осының бәрін байқаған Юджинхо, мен сен сөмкен көтерем ағатай, мә судан ішіп ал. Көтке кіру жоғынан. Сен, братан, отырып демал, мен екеумізге мына тастарды ала берейін, Кейін жаңағы аңшылар оралады. Олар әлгі балаболға Джинвуды өлтір деп айтады. Балабол өздеріне қарай пышақ тақайды. Сол сәтте Джинвуды бір аңшы ұйықтатпақшы болады. Есін жинаса, квест ойыны оған аңшыларды өлтіру керек деп сигнал береді. Ол бірден қабылдап, барлығын өлтіре бастайды. Сыртта оларды аңшылар қауымдастығының адамы күтіп алады. Екеуі үйлеріне қайтады. 7-ші серияда менеджер Удың бөлмесіне қызметшісі кіріп, Д-рангта Юджинхо мен Джинвудың аман қалғанын айтып келеді. Юджинхо Джинвуды өзімен бірге аңшылыққа шығуын өтінеді, және оған қомақты сума 30 миллиард вон ұсынады. Джинву ойланып өзінің дәрежесін көтеру жөн санап кетіп қалады. Келесі эпизодта шет мемлекетте жүрген Хван мырзаны көрсетеді. Оның інісін Джинву аңшылықта өлтірген болатын. Хван мырза Юджинхо мен Джинвудың мәліметтерін қарап ызаланады. Джинву квест ойынынан сыйлық алады. Ашып қараса S рангтағы ібілістің кілті шығады. Ол кілт арқылы барлық аурудың емі бар сусынды алуға жол ашылады. Джинву бірден өзінің анасын ойлайды да жолға шығады. Yeah.
8 серияда Джинву Юджинхо бала болудун шарттарымен келіседі. С рангты жертөлені тек екеуі тазартатын, 19 рейдті ешкімнің көмегінсіз тазалайтын айтады. Юджинхо бұны әкесінің мүлкі өзінде қалу үшін жасайды. Кейін Юджинхо мен әкесі әңгімелеседі. Юджинхо, біз өзіміздің аңшылар гильдиясын ашамыз. Ақшаның бәрі сонда екен ғой біле. Пап, білесің ғой, мен мнениям жоқ, келісе берем. Кейін аңшылар қауымдастығы Д рангтағы рейдке аңшыларды жинай бастайды. Оған қолы жоқ Сон мырза, Джухи, Ким, түрмедегі 3 аңшы және оның қараушысы Д рангтағы қауымдастық бақылаушысы мен Джинву да болады. Аңшыларды Сон мырза басқарады. Олар мақлуқтарды өлтіріп жатады. Кейін барлығы 3-ке бөлініп, бақылаушы түрмедегі 3 адамды өзімен алып кетеді. Неге бөлек алып кетті десеңіздер, оқиға былай. Д рангтағы қауымдастықтың бақылаушысына бейтаныс кісі келіп, жаңағы түрмедегілердің 3-еуі жабылып қызын зорлағанын және осы аңшылыққа барып келсе, түрмедегі мерзімін қысқартатынын айтады. Әкесі оларды өлтіру үшін қомақты ақша ұсынады. Бақылаушы оларды өлтіреді. Оны Ким мен Кан көріп қалады. Оларды да өлтіреді. Және пышақпен келе жатқанда Джинву ұстап қалады да күрес жалғасады. Кейін барлығы сыртқа шығады, инспектор бақылаушының адам өлтіргенін біліп, аңшылардан кешірім сұрайды. Джинву рангтағы У инспектордың күшін байқайды. 10 серияда Джухи өзінің аңшылардың қатарынан бір жолы шығатынын айтады. Жолдан У мырза Джинвуға С рангтағы ақшта жүрген аңшының Джинву мен Юджинхоның ізінен түскенін айтады. Аңшы інісін осылар өлтірді деп санайды. Кейін Юджинхо бастаған топ қақпаның алдына жиналады. Бала бол шырттай кейін болады. Біле, басқа нәрсе табылмады ма киетін? Папа ғой осыны кигізіп жіберген. Шешанан космонавтқа ұқсамай. Кеттік ішке. Джинву барлық мақлуқты өлтіріп, өзінің дәрежесін тағы да көтереді. Кейін ақ жолбарыс әкімшілік бөлімі Юджинхоның қырып ақша тауып жүргенін, Джинвудың 2 рет жер астынан аман қалғанына қызығып, олардың рейд жасап жүрген жеріне аттанады. Ақыры олар Джинвумен жолығып, қомақты қаражат ұсынады. Біздің аңшылық гильдияға қосылсаң, Юджин строй берген ақшадан 2 есе аласың, чотам. Сен сонда маған өзіңнің штаб-квартираң берейін деп тұрсың ба? Мен сен түсінбедім. Короче, олар маған 30 миллиард берейін деп жатыр. Ебать, мен ойланам. Кейін олар бір келісімге келеді. 11 серия Джинвудың 40 дәрежеден кейінгі мамандықты ауыстыруға арналған квесттің қабылдаудан басталады. Бұл жолы өзгеше қақпа ашылады. Оны сауыт киген құбыжық қарсы алады. Джинву оның басын жұлып алады. Сосын жауынгерлер мен магтар шабуыл жасайды. Оларды өлтірген соң сый ретінде қорғаныс брони беріледі. Алып есік арқылы тақ бөлмесіне тап болады. Командор рыцарь қанды қызыл Игрис Джинвуға шабуыл жасайды. Мен әлі жеңілмедім. Джинву Игристі өлтіреді. Және бірден деңгейі көтеріліп, 4 сыйлық ақша, С рангтағы Игристің бас киімін, жедел телепортация тасын алады. Тағы да квест ойыннан көптеген қақпа ашылып, барынша ұзақ уақыт шыдаңыз деген талап қойылады. Қақпалардан темір жауынгерлер шығып жатады. Ол өзінің жасырын режимін пайдаланады. Бірақ олар сиқыршының арқасында көріп қояды. Телепортация жасайын деп жатқанда жауынгер қолынан ұрып тасын құлатады. Кокон Хитораға Чеджу аралына 3 рейдпен аңшылар жібереді және өздерінің бұрынғы Чеджу аралына барғандары жайлы есіне алады. Күресіп жатқан Джунгиді кенет ойын айыппұл аймағына бүгінгі тапсырманы орындамаған үшін лақтырып жібереді. Ол сол сәтті пайдаланып
денсаулығын қалпына келтіріп алады. Айыппұл алаңда алып қырғаяқтармен күресіп, оларды ұйықтатады. Өзінің заттарының арасынан қызыл қанжарды сатып алады да күреске аттанады. Ой, бля, жарты сағат болмап ем, автобустың ішіндегі адамдар сияқты қаптап кетіпсіңдер ғой. Келесі самалдан бар ма түсетін? Қазір кондукторларды алып тастаған ғой наху. Джинву голем сазды алыппен қырылып, сиқыршылар қақпадан тағы темір жауынгерлерді шақыра бастайды. Күрестің қалай болғанын тамашалайық. Сосын Джинвуға некромант мамандығы тапсырылады. Ол оған таң қалып некромандар сиқыршы екенін түсінеді. Оған таңдау беріледі, я немесе жоқ. Және ол жасырын мамандық қылып некромантты таңдайды. Кейін осы квестті жеңген үшін дәрежесі мен ұпай сандары көбейе бастайды. Джинву барлық жауынгерлерге көтеріл деп команда береді. Барлығы көтеріліп Джинвуға бағынады. Кейін Игристі тірілтеді. Үш әрекеттің екеуінде тұрғыза алмайды. Кейін командир рыцарь Игрис: сен жауынгер емессің бе? Сен өміріңді күресуге арнамап пең. Бос тронды сақтап күзеткенше менің қасымда бол. Көтеріл. Мүмкін кейбір жерде бізге үміт пен жарқын өмір сыйлайтын ол аңшы екінші рет оянған шығар. Осылайша бір сезонды сіздермен аяқтадық. Ал біз жалғасын күтетін боламыз. Сәттілік сенің жаныңда болсын.